Онда экранға назар аударайық. Көрейік. Бұл видео түнгі клубта бір жігітпен танысып отырған сәт. Негізі бір осы жерге үйдегі әпкелермен бірге барған болатынбыз. Бір кішігірім барып қайтайық дегеннен кейін барып қайтқан болатынбыз, бірақ ол жақта енді бұл бала блогер бала негізі. Келіп просто таныспақшы болған. Мен айттым, таныспаймын дедім. Маған телефонда бір нәрсе көрсетті, соған мен күлдім. Мен аса бір қатты бір ол кісімен таныстым деп айтамын, бірақ менімен танысқысы келіп жүрген жігіт блогер, қазір өзімнің сферамдағы бір өте бір жалпы танысу деген қалай болады? Физикалық тұрғыда бір жан келіп таныссам бола ма деген, жоқ деген жауап кетті. Адам тіпті видеоға түсіріп те үлгермейді. Ал ар жағында түсіріп отырған жан көріп тұр, ол кісі де біліп тұр. Сіздің сол жерде біраз тілдесіп қалғаныңыз. Егер танысатын болсаң, осы жаққа кел. Осы жақта таныса аламын. Сізге жазып жүрген жігіт, сіз бар жерде, сіз ол жігітпен бір аяқ астынан кездесіп қалады екенсіздер. Тіптен ойымызға келеді, қазір келісіп кездесті ме деген ойға келеді. Жоқ, ондай ештеңе болған жоқ. Маған ол кісі бір қателеспесем 4-5 рет жазған болатын мен. Мариям, енді біз ондай дүниенің барлығына үйрендік. Қаншама уақыттан бері біз ақымақ қылмаңыздар деп айтамыз ғой. Жоқ, мен сізді ақымақ қылып жатқан жоқ. Мен сізге как есть болған нәрсені айтамын. Мен өтірік нәрсе айтқым келмейді. 3-4 рет сол нәрсе болған болатын, мен бірақ айтқан болатынмын. Егер де танысқың келеді ма, осы жаққа кел, үміткер болып деген. И сол кезде де мені көріп қалды да, сразу неғып жизни таныса бермейміз, неге сөйлесе бермейміз деген сияқты айтқан болатын. Сіз не дедіңіз? Мен жоқ, мен таныса алмаймын, танысқың келетін болсаң, жалпы осы жобаға кел деген болатын. Ал сіз сол түнгі клубқа барған кезде ол кісі сіздің инстаграмыңыздан көріп келді ма? Жоқ, менің қасымда подругам дедім ғой, соның сторисінен көріп келді. Жалпы ол қызда блогер етін ғой, сол қыздың сторисінен көріп келген болатын. Бір Мариям, негізі қандай сәйкестік деп ойлаймыз. Негізі бір екі сөйлеп қалған сияқты, бағана бірінші ақпарат шыққан кезде танысуға келді деді да, потом блогер деді. В общем, типа танимын деді. Білмеймін, мен сол жағын дұрыс жағынан түсінбедім. Енді Мариям, мына жақта мен ұялып отырған Мариямды көріп тұрған жоқпын вообще. Типа андай спокойно, қысылмай айтып отыр да негізінде. Просто андай ғой Мариям, жалпы если қазір осындай ақпарат біздің ұлдардың арамызда шығатын болса, бір қызбен сөйлесіп қалған деген момент, қазір жерден алып жерге салатын еді бізді қыздар негізінде. Біріншіден сенің үміткерің бар, екіншіден шынымен де жаңа Барыс ағамыз айтып кеткендей тұрмысқа шығатын қыз мынандай түнгі клубтарда жүрмеу керек деп мен өзім ойлаймын негізінде. Ол нәрсе дұрыс емес. И қазір кімге де алысқа да бұл нәрсе неприятно болды, бірақ алғыстың сабырлық. Мүлдем ондай нәрсе болған жоқ демеймін. Арасында бүйтіп сұрақ қояды, жұмыс қалай болып жатыр? Нормально болып жатыр. Дейді, қоя салады болды. Яғни жалпы қарым-қатынас екеуіңізге бірдей керек қой. Ол жерде оны түсінбеген болатын болса, Мариям, және де өзінің айтуы бойынша мен де тексердім деп отыр. Дегенмен сіз қолыңыздан келген барлығын жасадыңыз, барынша кездесуді ұйымдастырдыңыз, уақытыңызды бөліп келгеніңізге үлкен рахмет, алғыс. Шынымен де жұмыс бастысыз, әрине барлығын түсінеміз. Бірақ енді сіздерде таныстық тоқтады, және де Мариям соншалықты мұқтаж жан емес екен түсінуіміз бойынша. Егер де артық кеткен бір артық сөз айтылған жерлер болса, Мариямның тарапынан сізден кешірім сұраймыз, және де чемпион Кения Сансет чайын ұсынамыз. Бақытты болыңыз, жұмысыңыз алға қарай өрлей берсін. Сау болыңыз. Шығарып салайық. Сау болыңыз.